Мұхтар Шаханов. Құлпытас қасиеті немесе кері тебу заңы. Асанәлі Әшімовке. Сізге ғашық екенімді бүкпес айтқым келеді. Мен ешқашан және ешкімге де, тіпті туған ағама да осындай сезіммен елжей берілген емеспін. Федор Достоевскийге Шоқан Уәлихановтың жазған хатынан. Досым Федор, мына хат соңғы хатым. Соңғы тыныс, соңғы дем қалды жақын. Жайшылықта айырмас ақ-қараны, сыпсың сөздер бір сәтте тоқталады. Тоз-тоз болған ағайын басын қосып, ертең мені жерлеуге ап барады. Намыстыны өлімім ойландырсын, босқа төккен қалың жұрт қайран күшін, мені жерлеу арқылы өз ұлтының бір үмітін көмерін қайдан білсін. Табылар ау даңқымның жоқшылары, жалған жылау, жалған мұң кетсін әрі, бұл хат саған жеткенше, досым Федор, қабірімнің үстіне шөп шығады. Қажет кезде кергейтін шабанданы, өккен таудай заңғада, заманға да, мен де өзіңе іңкәрем, елден ерек, соңғы демім арналсын саған ғана. Мынау жалпақ әлемде өзендер бар, төсінен самғап, ақ қанат шағалаларын, мойындамайтын шектелу шекара заңын, бір елден бір елге кесіп өтетін, байлығын сан ел несіп ететін, еркіне бағындыра алмай, табындыра алмай, есеркүш иелерінің ескететін. Кер бұлаң тірлік кері тартып арытқан менен, кер қабақ мінез танытқан менен не түрлі, ғаламға қарайтын толық күш толыққан менен, ойнауға болмайды алыптар менен, ол адамдар, ол өзендер секілді. Ол өзенім, кім бар саған теңгелер, толқыныңды терең тартып шалқыдың, тереңінде жүзе алмаса пенделер, онда сенің кінәң қанша, жарқыным. Мейлі, ол дарыныңды тежемес, айналаңда қызғаныштан торқырар, дарынының әлсіздігін өз емес, өзгелердің көретін сорлылар. Қай кезде де шын достықтың парқылы, тиісті оған әркім басын июге, бір адамды шексіз сүю арқылы болады екен бүкіл ұлтты сүюге. Ерте ояндым, ерте күлдім, құштар едім өзіңмен бір гүлдеуге, бірақ әттең келді өмірім, келмей қалды ау күлмеуге. Матай тауын көлегейлеп, ай қарады албырап, қандай кәусар, қандай бейқам таңғуақ, жұлдыздар тұр, бір сұмдықты сезінгенде қалтырап, таңға өмен алып соңғы тынысын, Шоқан мәңгі көзін жұмды, аяқталмай қалды. Қырын келген ол ма әлде ғасыр ма, ұш жақта 29 жасында. Шоқан солай екінші өмір бастады, ең айдарлы жұлдызынан айрылды аңқау қазақ аспаны. Жылдар озды, ескі тозды көнерді, озғақ жылдар көнерте алмас өнерді. Бір кез омбы түрмесінің тұтқыны Федор даңқа шарлап кетті әлемді. Шоқан жатқан алтын емел төсіде талай-талай той думанға бөленді. Осыны мен бітіруге болушы еді өлеңді, уақыт қанша жасырған мен өлмеген, бір уақиға кездеспесе өтінең. Жайың өлсең көрінбейтін астары, ол оқиға тағдыр тағылым дастаны. Көп жыл бойы Шоқанның бір топ жақын достары, ұл адамның ұлы рухын азалап, қайта-қайта ұлықтарды мазалап, сонау Ташкент қаласынан алдыртып, қыра түстін балғынмен жаңғыртып, мәрмәр тастан белгі орнатты басына. Достан дұға осы да. Ізетті іске ізетсіздік жармасты. Ардан жұрдай бір безбүйрек албасты, ұрланып кіріп молаға, екіге бөліп, қол ермен жасап сол тасты, сатпақшы бопты қалаға. Құныққан деген жаманы, не нұқсын сорлы есалан кезде, тағдырдың өзі салып тоған қармақты, мәрмәрді бұзып қашаған кезде, көзіне тастың ұнтағы тиіп зарлапты. Таңменен таңға кірпігін қақпай дөңбекшіп, тулап, бір тыным таппай, жасаған емі қонбапты. Қанталап көзі қабынып ісіп, артынша жерді қармапты. Нақ сол жылы көктемде, Матай тауы маңындағы көкбелге, қонып ұшқан сыңар аққу Петербордың төбесінен өткенде, әлгі аққудың мұңланындай мұңлы хабар Федордың құлағына жеткенде, шапағатқа суарылған сүйегі, дос сезімде қасиет бар киелі. Киелге қол көтерген жолығады бөгетке,
сауап бопты ойсыз арсыз төбетке. Деп ол адам бойын дүлей ыза болып қасарып, досын аңсап, жанарына жас алып. Тіршіліктің иірімі неге мұнша көп еді? Арың өлсе, тәнің қатар өледі. Бір қасиет бар әлемде қаққан жұмбақ қанатын, артық кетсең, қатал қолмен тәубаңды еске салатын. Әрбір оғаш қылығыңды ұмытпаған кешпеген, ол табиғат заңдылығы, ғылым әлі шешпеген. Сәл көңіліңе жеңілгенсе, қасиетті сол заңға қайшы келіп қаламба деп сескенем. Ғұмырымыз сан үміттен тұрады, сан күдіктен тұрады екен Тәңір-ау. Кімнің қанша терең болса құлағы, секілді оған бүкіл дүние саңырау. Өмір шіркін кейде жомарт қолменен сараңдардың шайына сүт қатады. Кейде қызық тұлпар жүрген жолменен есектер де кетіп бара жатады. Мұның өзін жомарттыққа сияма, қыран неге тартады өзін төменге, намыстанам бүркіт ұшқан қияда жапалақтың ұясы бар дегенге. Бақыттылар салған әнді ертемен тұран тыңдап, мен қашанда ояумын. Жапалақтар ұя салған өлкеден сенің даусың естілмесін аяулы.